Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін біз сіздермен бірге 6-шы сынып қазақ тілі Астана мұхит бағы Арман Пулова баспасын барлық тапсырмалардың жауаптарымен шығарамыз. Сіздерден міндетті түрде комментарий, лайк күтеміз. Бірінші тапсырмада мәтінді оқып, мәліметтерді ауызекі стиліндегі әңгімелеу керек. Мына 3 сұраққа жауап беру керек. Бірінші сұрақтың жауабы: мұхиттан 3000 шақырымнан аса қашықтықта жатқан әлемдегі жалғыз океанариум. Екінші сұрақтың жауабы: мұхит бақтың құрылыс күрделі болған екен, адамдардың жеткен жетістігінің дәлелі деп айтуға болады, деп жалғастыруға болады. Екінші тапсырмада оқылым мәтіні бойынша бір-бірінен 3 қадам сұхбат алу керек. Мына 3 қадам берілген. А оқушы В-дан сұхбат алады. Мұхит бақтың ерекшелігі неде деп ойлайсыз деп сұрақ айтады, соның жауабын береді. В оқушы мұхиттан 3000 шақырымнан аса қашықтықта жатқан әлемдегі жалғыз океанариум болғандығында. С оқушы жазады: мұхит бақтың суын қалай дайындаған? Мұхиттың суын әзірлеу үшін 120 000 тонна теңіз араластырылыпты. Сіздер жаңағы мәтін бойынша осындаған ұқсас сұрақтарды дайындасаңыздар болады. Келесі, үшінші тапсырмада сіздер деңгейлік тапсырманы орындайсыздар. Бірінші деңгей: артық болмас білгенің айдарымен берілген мәтінді түсіндірмей комментарий жасау арқылы тамаша идеялар әдісімен түсіндіріңдер. Аквариум су жануарлары мен өсімдіктерін зерттеуге және өсіруге арналған су толтырылған шыны ыдыс. Аквариум күтімі барынша оңай жұмыс, дегенмен балықтар қорабының күтімі де белгілі бір қағидаларға сүйенеді екен. Аквариумды күн сайын уақытты түрде күту керек. Балықтардың хал-ахуалы, аквариумдағы өсімдіктердің жағдайы, жалпы тазалық шаршаған кезде аквариумнан күш-қуат алып сергуіңізге мүмкіндік береді. Күн сайынғы кезеңдік, мерзімдік күтім жасалған жағдайда аквариумде сізде қызмет қыла бермек деп өзіңіздің ойыңызды бірінші деңгей бойынша осылай келтіресіз. Үшінші деңгейде жалпы аквариум туралы мәтіндер берілген. Осы мәтіннен қысқа етіп жауап берсеңіздер болады. Төртінші мәтінде тапсырмада Қазақстанның 7 керемет туралы мәлімет жинау керек. Термин және кәсіби сөздерді анықтау керек. Қазақтың 7 кереметі: таңбалы тас суреттері, алтын адам, қазақтың киіз үйі, домбыра, ясауи кесенесі, Маңғыстау жерасты мешіті, Астана бәйтерек деп осындай Қазақстанға тән 7 кереметті осылай атап кетсеңіздер болады. Бесінші тапсырмада белгілі бір тақырып аясында диалог құру керек. Мен Абай Құнанбаевтың шығармашылығы туралы диалог алдым. Айша және Арман деп алдым. Оны сіздерге дәл солай қою міндетті емес, адам атын өзгертуге болады. Мысалы, оның ішіне және термин, кәсіби сөздерді біріктіру керек. Мына 2 тырнақшаның ішінде тұрған сөздердің барлығы термин және кәсіби сөздер болып саналады. Мысалы, Айша: сәлем Арман, сен Абай Құнанбаевтың шығармашылығын оқыдың ба? Сәлем Айша: иә, мен оның өлеңдерін оқыдым. Абай өте ұлы тұлға, оның шығармалары әлі күнге дейін маңызды. Дұрыс айтасың, Абайдың шығармашылығы өте терең, ол халықтың өмірін, ой-санасын көрсеткен. Мысалы, оның өлеңдерінде философиялық ойлар көп. Философиялық бұл жерде термин сөз. Әрине, Абай өз өлеңдерінде адамгершілік, әділеттілік сияқты маңызды ұғымдарды көтерді. Оның шығармалары әр адамның өмірінде орын алуы тиіс. Деген сияқты мұнда 2 тырнақшамен көрсетілген мына психологиялық, ақыл, ой, парасат, ағартушы, әлеуметтік мәселелер деген, саяси деген, педагогикалық деген сөздердің барлығы бізде кәсіби және термин сөздерге жатады. Осыны қысқартып алсаңыздар болады, басқа тақырып алсаңыздар да болады. Жалпы оның жүйесі осындай. Осымен сабағымыз аяқталды. Видеоны міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер.